Бүгінгі тақырып карман с листочкой. Орысша айтқанда, қазақша атын білмеймін. Қараңыздар, матаны біз қалай дайындаймыз? Матаның ұзыны бар, матаның ені бар, иә? Матаның ұзынымен қойдым. Мынау болашақ сіздің тігілетін киімнің бет жағы. Мына мен жазып қойдым. Матаның беті мынау. Ал іш жағын карандашпен осылай белгілеп қойдым. Іші деп. Өйткені тіккен кезде шатасып кетпес үшін. Енді болашақ қалтаның орнына мен дублерин крелеймін. Дублерин крелеуге болады, фризелин крелеуге болады. Олардың әрқайсының қалыңдығы әртүрлі. Мысалға, мынау фризелин. Фризелин деген ол мата емес, иә? Орысша не тканка. Мына фризелин, қараңыз. Бір жағында клей бар. Мына жылтырлап тұрған бұл клей. Клейлейміз. Сіз дублериннің фризелин. Дублерин матадан істелінген клей жағылған мата. Фризелин мата емеске клей жағылған. Бұлар бізге не үшін керек? Бұлар матаны қатайтады. Болашақ тігістің орны шашақталып кетпес үшін керек болады. Енді мына матаны дублерин дедім. Я болмаса фризелин салып, сәл бұны қатайттым. Маған қазір қайшымен қиған кезде қалтаның тесігін сол кезде менің матам шашақталып кетпейді. Қараңыз, бұл матаның іші. Орысша изнанка ткани. Міне аудардым. Көрініп тұр. Егер де ертең сіз ақ юбкаға, ақ шалбарға бұндай қалта салғыңыз келсе, әрине дублерин немесе фризелин сізде де ақ түс болған дұрыс. Енді әртүрлі светтен көріну үшін мен әртүрлі матадан детальдарды піштім. Мысалға, мынау розовый, бұл қызыл түс листочка болады. Листочкаге дублерин немесе фризелин осылай крелейсіз. Ені 5 сантиметр, ұзындығы 14 сантиметр. Мынау біздің қалтамыздың, болашақ қалтамыздың тереңділігі, да? Бір қалта ғой, бір қалта, бірақ ол бізде 2 қабат болады. Бұның да мына ұзындығы 14 сантиметр, ал мына қалтаның тереңділігі 2-ге бөлінетіні 20 сантиметр қалдым. Енді тігеміз. Болашақ қалтаны қалай сызып аламыз? Мысалға, мынау матаның беті. Немен жазып қойдым? Матаның бет жағы. Бет жағына сіз болашақ қалтаның орнын сызып қойыңыз. Астына біз дублерин, я болмаса фризелин жабыстырдық өтекпен. Мысалға, менің мына мысалдағы қалтамның ұзындығы 12 сантиметр, ал мына жалпақтығы 1,5 сантиметрлік осындай қалта болсын. Сондықтан да мінекей сол есептен мына листочка менде қиылды. Менде листочканың ұзындығы 14 сантиметр, ал жалпақтығы 5 сантиметр. 5 сантиметрдің егерде, қараңыз, мен бұны бүгіп, міне бүктім. 5 сантиметрін бүккен кезде 2,5 болды. Ал 2,5 сантиметрдің 1 сантиметр тігіске кетсін деп есептейік. Мына жағынан қараңыз. Мінекей, 1 сантиметр егерде тігуге кетсе, мен жалпақтығы 1,5 қалайын деп тұр. Вот қазір іс жүзінде көрсетейін. Біз бұны қалай
жасаймыз. Сіз болашақ қалтаның мына екі жақтағы ұзындығын созып жіберіңіз. Матада сіз арнайы сабындар бар, магазинде сатылады. Болмаса арнайы ручка бар, пардан жоқ болып кететін. Қараңыз, мына мен ұзарттым. Мына болашақ қалтаның орнын ұзартып жатырмын, қараңыз. Не үшін ол істелініп жатыр? Қазір сізге қалтаны осыған дүп түзеу қылып орналастыру үшін. Ертең болашақта мысалға екі бірдей қалта тігу керек болады. Сондықтан да осыны үйреніп алуға болады. Мына қараңыз. Міне 5 сантиметрлікті бүктім. Бір жарымды белгіледім де, екі нүктені қостым. Енді қараңыз. Мынаның ұзындығы 14 қой. 1 сантиметр екі жақтан алып тастадым да, бұрыштарды тік 4 бұрыш қылып белгілеп қоямын. Мына бұрыштар тік менде. Мына қараңыз. Мына бұрыш тік. Енді булавкамен мына қыстырам. Қараңыз. Көрініп тұр ғой? Көрініп тұр. Мына сызық сол үшін көмектеседі. Мына қараңыз. Мынаның ұзындығы жалғасып тұр менің болашақта сызып қойған сызығыммен. Егер де мен оны сызбасам, мынаның астын қайта қарап теңестіру керек. Ол енді болашақта сіз үйренгенде мүмкін сізде өзіңіздің әдісіңіз пайда болады. Міне. Түсіндік қой? Бұл қалтаның бір жағын мен қосып қойдым. Булавканы қыстырып қояйын. Қазір алып тастауға ыңғайлы болу үшін. Енді мынаны орысша біз мешковина дейміз, Мешковина кармана деп айтып атады. Есіңізде ме? Бұның да мына ұзындығы 14 сантиметр еді. Сондықтан да мен бір жағына 1 сантиметр қалдырам, екінші жағына 1 сантиметр қалдырам. Сонда болайын деп тұр менде 12. Болашақ мына сызықтар көрініп тұр. Қараңыз. Мен сәл ішіне кірейін. Булавканы қыстырып қоямын. Мешковина қозғалып кетпес үшін. Қалтаның. Болашақ қалтаның. Біздің қалтаның іші. Енді қараңыз. Мына сіз қойған сызықтарды бір-бірімен осылай қосам. Қосылды ғой? Қосылды. Бұл қалтаны бірнеше рет тігіп үйреніңіз. Мен сияқты 2 түрлі матаға, 3 түрлі матаға. Енді мен бұны тігемін машинаға. Дайын тұр. Бізде закрепка деген түсінік бар,
Закрепка деген тігіс сүгіліп кетпес үшін алды артына қарай жүру. Қараңыз, мына мен шамалы алға қарай жүрдім, артқа қарай жүремін. Алға қарай, артқа қарай. Сіз мен сияқты булавкамен тікпей-ақ қойыңыз. Егер де сіз үйренуді енді үйреніп жатсаңыз, булавканы алып тастаған дұрыс болады. Екінші жағына булавканың мына бастарын алып тастауға болады. Мынаны мен технический жіптерді таза болу үшін бірден алып тастаймын. Булавка керек емес. Аударамыз. Мына. Енді бұл есіңізде ғой, матаның бет жағы. Бұның бәрі бет жағында жасалды. Мінекей, матаның бүгілу орны. Енді мен бұны аударамын да, мына жерде астына қара жіптен көрінбей тұр. Мына екі қара жіптің ортасына мынандай сызықтардың суретін саламын да. Бұл қазір менде қиылады. Қараңыз. Арт жағынан листочкамен мешковинаны екі жаққа қарай қаратамын да. Ортасын қиып жіберем. Енді қараңыз. Міне. Көрдіңіз бе? Екі ортасын мінекей тігістер тұр. Екі ортасынан жүрдім. Енді қараңыз. Мына екі шеттен 1,5 сантиметр алыстықтан мына жаққа қарай қиып жердім, оң жағына қарай, және сол жағына қарай. 1-2 миллиметр жеткіздірмей тігіске. Егерде мына жағынан қарасақ, міне. Қараңызшы, мен 1-2 миллиметр жеткіздірмедім. Но негізінде 1 миллиметр ол өте жақсы болады. Егерде мен сәл қырқып жерсем. Қараңыз, мына жерде почти 3 миллиметр. Міне. Егерде қаттырақ қиып жерсек, шамалы әдемі болмайды. Енді ар жағы қара ғой, мына ақ жағынан көрсетейін қалай қиғанымды. Неке, бұл осылай тігілді. Мына жерге қараңыз, 1-1,5 сантиметр жеткіздірмей қиып алдым. Осы жерден бұрылам. Сіз оны ручкамен, карандашпен сызып алуыңыз болады, бормен. Бұны бірнеше рет тігіп, жаттығу керек. Өйткені сіз бірінші рет тіккенде түсінбей тігесіз, екінші рет тіккенде көбірек түсінесіз.
Ал егерде бұл қалтаны 10 рет тіксеңіз, бұны тіпті жеңіл түсініп кетесіз. Енді қараңыз. Мен бұны қидым, міне. Енді қалтаны аударамыз. Қараңыз. Қалтаңызды мен сияқты қойып қойыңыз да. Міне. Мешковинаны ішіне қарай аудардым, кіргізіп. Міне. Енді листочканы аударайын. Листочканың мына бүгілген сызығы жоғары қарай көтеріледі. Міне. Көтердім. Қазір мен бұны өтектеймін. Мына жоғарғыда тігілген жағын бәрін жоғары қарай ашамын. Мына бұрыштарды дұрыстаймын. Қараңыз енді. Егерде қалтаға қолымды салсам, көрдіңіз бе? Менде тесік. Тек қана бір жағы тігілген. Екінші жағын қараңыз. Аударамын да. Мына астында тігілмеген жағына, міне. Видеоны сіз қайталап қойып, менің артынан қайталаңыз. Мына мен қойып алдым оны. Мына жерде көрдіңіз ғой, мен қара жіппен тігілген орын тұр. Сол орынмен мен осыны тігіп шығамын. Қараңыз, қалтаны және мешковинаны және матаның өзін. Тіккен кезде жіп. Менде мынаны лапка дейді. Лапканы астында тұру керек. Ал, тігемін. Дәл сол жіптің үстімен жүріп келе жатырмын. Артық жіптерді бірден алып тастаған дұрыс. Мына қараңыз, бұл ішкі жағы, мынау сырты. Енді қазір өтектейміз. Мына бұрыштарын бәрін дұрыстаймыз. Қараңыз. Мына сізде осылай түсу керек. Мына үш бұрышты жаған қалтаның шеті шықты. Біздің мешковина, қараңыз. Мына жерде жөндеп жеріңіз, мына астын қыртыс болмасын. Мына осылай түсіреміз. Мына шетінен қараймыз. Бәрі түзеу, қыртысы жоқ. Енді мен осы ұзындықты тігіп шығамын. Мінекей, мына ұзындықты. Мына жерден бастап, мына үш бұрышты аламын. Мына қалтаның астына дейін жүремін. Осы жағын қазір тігіп аламын. Және қалтаның мына бұрышы бар, қараңыз. Көрдіңіз бе, мына жер менде қыртыс болып тұр, иә? Соны тартайық матаны сәл. Міне.
қалтаның астында ешқандай бөгілген қыртыс болмау керек. Міне көрдіңіз ба, мынандай жіптер бізге болашақта кедергі етпес үшін уақытылы қиып тастаған дұрыс. Мінекей менің үшбұрышым. Қазір мен мына жоғарыдан бастап, мінекей мына жерден бастап, мына тіктім. Осылай астына дейін тігіп шығам. Қараңыз ал. Машинаның астында тұрған мына жіпті лапканың астына қоямын. Мына беткі матаны тігіп жібермеңіз. Тіпті оны майыстырып та қоюға болады осылай. Бұл қалтаны бірнеше рет тігіп үйрену керек. Сол кезде сізге түсінік келеді. Енді қалтаның екінші жағы. Матамды сәл бүгіп қойдым. Так, көрдіңіз бе? Астында мені жібім таусылып қалған сияқты. Жібімді жібім таусылып қапты. Мына бұрышты байқаңыздар, иә? Мұны мен сәл тігіп жібердім. Сіздерге айтқандай, тігіп алмаңыздар деп отырып, өзім тігіп алдым. Қазір сөгіп жіберемін. Сәл көзім камераға кетіп қалды. Міне, тігіп жібердім. Енді қараңыз, екі жақ тігілді. Ашамын. Міне біздің қалтамыз шықты. Енді бұл қалтаны айналдыра тігіп шығуға болады. Оверлокпен, косой бейкамен, егерде бізде ол тақырып болады, мен әлі бұл қалтаны косой бейкамен қайтадан қайтып келем. Қандай қателіктерді көріп тұрмыз, қараңыз. Мына бұрыш өте жақсы 1,5 сантиметрге тігілді. Мына бұрыш 2 миллиметр. Мына менің листочкамды көтеру керек. Сондықтан да не істеуге болады? Амал жоқ. Тігіншінің жұмысы қанша тігесің, сонша сөгуді де үйрен дейді. Онда біз оны сөгіп жібере саламыз да, бұны жөндеп жібереміз. Ал сіз бірнеше рет қайталап, қай деталь қалай қосылды, соны қайталау болады. Бұл қателік неден болуы мүмкін? Байқадыңыз ба, бағана мен тіккен кезде төменнен жоғары қарай жүрдім. Негізінде бұл қалтаны жоғарыдан төмен жүрген дұрыс. Мен бұны жөндеп жіберемін. Сіздер өз қалтаңызды тренировка жасап, жаттығып, мына қараңыз.
маған жіберуге болмады, я болмаса комментарий жазып өзіңіздің қандай нәтижеге келгеніңізді, я болмаса сұрақ болса маған қоюға болады. Мінекей, егер де мен мынаны сәл жоғары тартып тігіп жіберсем, менде қалта тамаша орнына келейін деп тұр. Қазір мен оны жөндеп жүремін. Мінекей, мына момент. Мына мен сөгіп жердім. Оны тігерден бұрын мына бұрышты жоғары қойып аламыз. Мына жағынан қараймыз. Конечно, болашақта сіздің тігетін киіміңіздің бәрі түсі бірдей болады, иә? Бірақ именно осындай әртүрлі түспен тіккенде бұл бүкіл кемшіліктерді көрсетеді. Ол дұрыс та, иә, үйренуге. Міне, бұрышын дұрыстадық. Мына қойдым. Артық жіптерді алып тастаймын. Міне, біздің қалта шықты, қараңыз. Қалта. Айналдыра оверлок саламыз, немесе косой бейкі саламыз. Мен оны көрсетемін әлі. Бүгінгі сабақ тек қана карман с листочкой, немесе листочка карман дедім. Ол қалтаның ұзындығы, жалпақтығы өзіңізге байланысты, фасонға байланысты. Қалай пайдаланасыз? Қандай тамаша.